Сәлем достар, бәріміз бала кезімізде мультфильм көретін едік. Және соның ішінде өзіміздің сүйікті кейіпкерлеріміз де болатын еді. Бүгінгі видеода біз сіздерге шынайы өмірде түсірілген мультфильм кейіпкерлерін көрсететін боламыз. Сонымен кеттік. Тадаши Хамада. Егер сіз кенеттен кей-поп жанкүйері болсаңыз, онда қараңыз. Мультфильмдегі осы жігітке ұқсайтын адам бар екен. Оңтүстік кореялық әншінің мүшесі EXO тобының мүшесімен ұқсастығы байқалды. Сізге қалай көрінеді? Ұқсай ма немесе ұқсамай ма? Комментке жазып кетейік. Скуби-ду. Бұл күн сәулелі Филадельфияның ұлы дат тұрғыны құтқарылған ит. Және біздің балалық шағымыздың сүйікті мультфильміміз. Скуби-ду қылмысты ашып, алаяқтарды ұстап беретін жақсы білеміз. Бірақ кейде ол еріншек болып қалатын кездер де болады. Біздің кейіпкеріміз де дәл солай. Ол жұмсақ диванға жатуды, тамақ ішуді ұнатады. Симба. Барлығымыз қызыға көретін Король Лев мультфильмдегі кішкентай арыстан шын өмірде де бар екен. Ол қазір зоопаркте жүр. Кішкентай арыстан аниматорларға осындай таңғажайып және шынайы Симбаны құруға көмектескен. Анимациялық фильмге шынымен де ұқсайды. Бұл компьютерлік графиканың жемісі. Кішкентай арыстан түсірілім кезінде 1 айлық күшік болды. Біраз оны түсіріп, одан кейін студияға жіберген. Бұл кадрлар анимациялық нүктеге айналды. Питер Гриффин. Бұл кейіпкерге ұқсайтын адам шын өмірде бар екен. Нью-Йоркте тұратын Роберт есімді адам Питерге ұқсайды. Тек жасыл шалбар мен ақ көйлек кисе, ауынмай қалады. Қараңыздар, міне, дәл өзі. Ханшайым Жасмин. Ол кейіпкерге ұқсайтын бір қыз бар. Бірақ атын білмедім достар. Ол 2016 жылы Хеллоуинге Ханшайым Жасминнің киім киіп көруге шешім қабылдады. Одан кейін оның инстаграмда лайктар жинала бастады. Олар өте ұқсас. Рататуй мультфильм кейіпкеріне мына жігіт қатты ұқсайды. Ли Шанг. Бұл мультфильмнің кейіпкеріне ұқсас тағы бір кореялық әнші. Жалпы кореялықтар бір-біріне ұқсай береді екен. Қараңыздар, тіпті олардың шаштары да ауымайды. Моанна. Бетти Буп. Балалық шағымызда бұл мультфильмді көрмеген шығармыз, бірақ әжелеріміз көруі мүмкін. Жарайды. Бұл мультфильм кейіпкеріне ұқсайтын танымал американдық актриса Клара Боу болды. Шынымен ұқсайды? Этнамод. Суперсемейка құрылған кезде американдық киноакадемияның сыйлығына ұсынылған әйел. Суретшілер өте ұзақ уақыт бойы шабыттандыру үшін жеткілікті жарқын тұлғаны іздеді. Нәтижесінде Эдит Хед болды. Олар бір-бірінен ауытқымайды. Тимон мен Пумба. Ол екі нағыз достар шын өмірде де бар екен. Қараңыздар, олар мультфильмде де, өмірде де нағыз достар. Сонымен достар, бүгінге осы. Ал саған қандай мультфильм ұнайды? Комментке жазып кетсең болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. I swear I'm hitting the floor. I could swear that my stomach just sunk a meter. I'll be dead if I take it.